Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл Кәсіпкер құпия каналы және оның жүргізушісі Нұржан Исаев. Құрметті достар, бүгін Мейрам Академияға келдік. Мейрам киностудиясы. YouTube каналда 2 миллион подписчигі бар және оның айына қанша табыс табады. Бұл кәсіпкер жайында толық ақпарат білгіңіз келсе, міндетті түрде подписат етіңіздер. Соңына дейін көріңіздер. Келесі видеода достар, Дубайдан автокөлікті қалай әкелуге болады, қанша күнде, қанша ақша керек екенін толық ақпарат білетін боласыз. Came about my city, blowed up, pussy won't smoke, roll up, fucking on your bitch, throw it up, drinking on the dirty soda, promise I'ma never go sober, niggas ain't nothing but some vultures, Percocet, Molly, damn, baby crashing eggs on your food, nanny, I done made love to an Ethiopian, I done Pauline in a Fruitopia, I done pulled up one and popped me two, fuck around, had to pull up one more, check my threads, I done went Hermes, I done went Nubigas, I done went BBS, dirt in my cup. Ассалаумағалейкум достар, Мәкеме келіп қалдық. Мейрам десек, YouTube каналы есімізге келеді, және де Lamborghini есімізге келеді. Lamborghiniге ары қарай кейін жалғастырамыз. Мәке, осы YouTube каналға қалай келдіңіз жалпы? Осы 2013 жылдары той түсіріп, клип түсіріп жүрген кездерім еді, және осы видеомен қатты қызығам. Өткенде бір оқиғаларды айтқан тұғым, сөйтіп досым үйіне барсам, әдемі бір монтаж жасап қойыпты. Семейный фотоларын істеп, жабыстырып, бір-біріне мувимейкермен музыка қойып, ол кездері ол бір керемет бір дүние тұғым. Монтаж жасап, монтаж жасап. Құдайдан сұрайым ғой, Құдайым, мен осы мамандықтың иесі етші деп сол кезде. До того қатты ұнап қалғаны соншалықты. Сөйтіп, сол Алла тағала әртүрлі қилы жолдармен той студиясына жолықтырды, клип студиясына, кино студиясына жолықтырып, сөйтіп алып келді. Сол уақытта енді монтажер болып жүрміз. Балапанның киноларын монтаждап жүрміз. Яғни Балапан өзі кино түсірмейді. Оны әртүрлі компанияларға беріп қояды, кім не түсіреді деп. Балапан Қазақстан телеарнасындағы, иә. Сөйтеді, сол түсірілген нелерді әртүрлі аутсорс компанияларына алып, эфирге қояды, эфир толтырып отырады. Болды, басқа. Сол компания, мен сол бір компанияның, аутсорс компанияның монтажер тұғым. Сөйтіп сұраймын бастығымнан. Мен де сөйтіп түсірсем бола ма? Болады, 1 миллионнан береді әр сериясына дейді. О, деп мен жанып, лапылдап, қарыз алып, бажамнан қарыз алып, кредит алып, сөйтіп бір сериясына апарып түсіріп берем онаған. Амайды, не болып қалды? Сондай жылдың басында келу керек, таныс болу керек, анау болу керек, мынау ақ болды, көк болды, жоқ болды деді ғой сөйтіп. Онда телеканалы, басқа телеканаларға барам. Мен алыңдаршы десем, алмақты көріп, олар менен ақша сұрайды. Мен эфирге шығарып береміз, сен бізге ақша бер. Шығарып беру үшін ақша сұрайды. Иә, ақша бер дейді, реклама ретінде деді. Мәке, команда осы бір қалыпты ұстауға, бір қалыпты мотивация беруге, стратегия құрастыруға сізге не жәрдем береді, болмаса қалай ұстанасыз, қандай өзіңіздің стратегияңыз бар? Енді бәріміз бұрын біреудің қолында жұмыс жасағанбыз, және оның плюсы мен минустарын білеміз де. Яғни біреуде жұмыс жасаған кезде, мен өзім жұмыс істеген кезде, мен біреуге жұмыс істеп жатырмын деп ойламайтынмын. Мен өзім дамытуға жұмыс істеп жатырмын деп ойлап, мен Құдайға шүкір осы нәтижеге жетіп отырмыз. Енді ары қарай өзіміздің командамен жұмыс істеген кезде мен түсіндім, бір адам ешқандай жетістікке өзі жете алмайды. Тек қана командамен біреу видео түсірсе, біреу монтаждап, біреу айтатын сөздерін жазып дегенде де, біреу сөйлеп, бір адам барлығын жасайтын болса, ол үлгермейді. Сол секілді қазір біз командамызды бәрі риза болатындай условия жасап қойғанбыз. Әркім өзінің жұмыс істегеніне қарай табысын табады, мақсатына жетеді, және жетістіктегі, бірге жеткен жетістіктегі жеңісті бірге тойлайтындай сондай условия жасап қойғанбыз. Сондықтан да біз біреуге барып алып, не болды, ерте келсе, істесе, не кешігіп жатсың деген сұрақтар қоймаймыз. Өйткені команда жұмыс болғаннан кейін каждый адам өзінің жұмысын істеп жатыр, иә? Иә, біледі өзінің жұмысын. Бәрі, получается, процентке жұмыс істейді ғой? Бәрі процентте, иә. Айлықта жүрген адамдар бар? Бар. Ол енді стандартты нелер ғой, бухгалтерия, отдел охраны. Мен бұны ақша беріп көрсетуге емес, ақша табам деп түсірдім ғой деп, шыр-шыр болып жүрмін. Сөйтіп, қой онда өзім бір жолын іздейін деп қарасам, YouTube бар екен. YouTube енді ол кезде қазір номер 1 болып тұр YouTube деген. Ол кезде ешкімге бетіп
вау дейтін бір эффектісі жоқ платформа тұғында. Қазір бір линки деген платформа шықты десе, келіңдер үйретем десең, ешкім үйренбейді ол. Не ол дейді ғой. Түсінбейді ешкім. Тура сол сияқты ғой YouTube. Бопты, не болса да ашайық Ол демейді. кез енді дамып келіп жатқан негізі YouTube, иә? Иә. Енді дамып келіп Енді жатқан дамып келе жатқан. Бірақ бар тұғын 2010-нан ба бар ғой YouTube. Бірақ енді дамып келе жатқан кез. Болады екен ғой деп екінші киномыз түсірдік, үшінші киномыз, төртінші киномыз түсірдік. Сөйтіп кәдімгі ұнап қалды YouTube. Мынау телеканал көрсетпеген бақытты мыналар көрсетті ғой деп ше. Сөйтіп. Бірақ ол кезде YouTube'тан ақша, жаңа монетизация, ақша бар, ондай темаларды білмейтін шығарсыз ол кезде. Ақша табамын. Ақша табамын деген жоқ. Ең бірінші азақ кек қой телеканалдарға. Просмотр болса болды, иә? Просмотр болып, танымал болып жатсақ болды. Сөйтіп кейін есептен дәл қазіргі күннен бастап өйстіп просмотр жинай беретін болсақ, бір 5 жылда, 10 жылда уже біз үлкен компания боламыз, біз көп адам танитын болады деп. Сол кезде уже болашағын түсініп, болды, YouTube-тан ақша түспей-ақ қойсын, бірақ ертең күн мен танымалдылығыма жұмыс жасап, мен табысымды көбейтеді деген уже түсінікпен, ниетпен түсіре бердік қой тоқтамай. Командаңызда қазір қанша адам бар? Қазір штатта 50 адам, внештатта тағы 20 адам, общий 70 адам ғой. 70 адам қоластыңызда істейді. Бізден көбінесе режиссерлар, олар штатқа кірмейді. Олар келеді, өзінің жұмысын жасайды, түсіреді, кетеді. Операторлар да сондай. Бір сделка, да, получается, бір рет келеді, келісесіздер, түсіреді, кетеді. Бір сделка дегенде біз сразу 100 сделкаға келісімге отырамыз. Договор. Бірақ штатқа кірмейді олар. Командаға мотивация бересіз ба? Жоқ, мен бермеймін. Қандай программа бар ма негізі? Әр бөлімнің өзінің жетекшісі бар. Киностудия Мейрамда Нұржан мырза, супер ютубер, YouTube академиясында Жахангер мырза. Мейрам ненің киностудияның орысшасында, мысалы Арайлым хан, одан кейін блогерлермен жұмыс істейтін бөлімде ол Дархан мырза. Әрқайсының өзінің несі бар. Руководителі бар, получается. Өзінің жетекшісі бар. Және әрқайсының өзінің жетекшісінің несі бар, өзіне мойнына алған жауапкершілігі бар. Ол бір айда мынандай көрсеткіш көрсетем деген жауапкершілігі алады. Алар ол апта сайын мотивация жасай ма, айына бір рет мотивация жасай ма, күнде жасай ма, ол өзінің тірлігі. Мен араласпаймын. Каждый раз араласқан сайын ол дұрыс болмайды, дұрыс па? 2016-та ма алғашқы бір $100 түсті. Сол құртты ғой бәлем бастағанша. Ол $100 түспесе ше, ол просмотрдың ақша түсетінін білмейтін де ме? Түсінбейміз де десеңші? Білмейтін дедім. Қарасам $100 сенде жиналып тұр дейді. Мына қақтан қайып пайда болды деп. Одан кейін зерттей бастадым. 2016, 17, 18 зерттедім. Бұлай ақша табуға болады дегенде. Бүкіл инструменттерін, бір 30 инструмент таптым сол кезде. Барлығын естеп, уже солардың бәрін қолданып, уже $100 айына $1000 түсетін қылдым да. 10 есе көбейді. Бірақ 3 жылда, 4 жылда 10 есе көбейді деген аздау да. Бұның басқа да жолдары бар шығар деп тағы зерттей бастадым. 4 жыл зерттедім ғой. И сөйттім де өзім YouTube канал аштым. Бөлек YouTube канал, YouTube'де үйрететін. Мастер Мейрам деген. Адамдарды үйрете бастадым. Мен өзім ғана просмотрдың ақшаны тауып отыра беремін ба? Басқаларды тапсын қалай мен уже 1 миллион подписчик жиналып қалды бір уақыттарда. Қай жылы 1 миллион подписчик жиналды сіздер? Сол 2020-да ма, 19 ба, 20 ба, сол жылдар. 2020-да, иә? Бұл бізде YouTube академиясының сату тобы, қазір жұмыс қызу істелуде. Сату бөлім жетекшісі Жангүлім ханым. Жангүлім ханым, қолыңызды көрсетіп қойыңыз. Жангүлім ханым. Ол жерде өздерінің несі бар? Айлық, апталық, график бойынша пландары бар. Сол бойынша әр сатушы өзінің планын орындау керек, сатылым жасау керек. Мотивационный тренингтер, басқа да бір сабақтарға қатысып өзінің біліктілігін дамытып отырады. Және отчеттың барлығы тек қана роп сату бөлім жетекшісінен ғана алынады. Сондықтан да бұяқта да өзінің бір кішігірім өзінің системасы бар. Өте қызық. Бүгін демалыс болғандықтан көбісі жоқ енді жұмыста. Неде стористеріңізді көрдім. Ең алғашқы жаңағыдай сериалдар түсірген кезде Арбамен түсірген екенсіздер, иә? Арба, не бар вообще, телешка жоқ. Телешка алайын десе қымбат ол. Одан кейін рониндер бар тұғын, бірақ қымбат оның бәрі. Сол телешкамен сүйреп жүреміз, итеріп. Ала деп түсіріп жүреді. Үстінен түсіретін жерлерді бір
кран колдонатын жерде кранымыз жок. Сөйтіп бір бийик бар жерлерге, көпір бар жерлерге мыяктан өт деп ұйымдастыратынбыз. Керемет. Яғни барынша возможностьты пайдалану керек, дұрыс па? Не обязательно жаңағыдай идеальный жаңағы жасап, бір ақша тауып, кәсіп негізі қолда бар нәрсемен жасауға болады, дұрыс па? Иә, соны мен кімнен үйренгем? Осы Чимкентте Телеком Трейд деген компания бар. Ол кезде бана той түсіріп жүрген кезде, әртүрлі компанияларға презентациялық фильмдер түсіріп жүрген кезде, сол Нұржан ағаның киносын түсіріп жатырмыз. Презентацияны ол жердің астымен кабельдер өткізеді. Сол кезде ақша керек деймін, оны дронды алып келу керек, астынан ананы түсіру керек, художниктерге беру керек, тырдышниктерге беру керек деп жатқан кезде, ақшамен кез келген адам істей алады, ақшасыз істеп үйрену керек дейді. Ол бәрі ақша бар болса, техника бар болса, сенің не керегі бар бұл жерде деп. Алғашқы YouTube каналды сіз ұстаз болдыңыз ғой, біз өзіміз Кәсіпкер құпияны YouTube каналды ашқан кезде, ол кезде 100 подписчик еді. Қазір уже Аллаға шүкір 11 000 подписчик болды. Алла бұйыртса мына сіздің әйтеуір патаңызбен 1 миллионға да жете берейік. Жоғысты болсын. Жоғысты болсын, рахмет. Осы 1 миллион подписчикті алғашқы қанша уақыт алдыңыз, қанша жылда алдыңыз? 2015-тен осының 5 жылдың көлемінде алғашқы 1 миллион подписчикке жеттік. Қазір енді Мейрам ТВ каналы уже... Мынау видео салып ұнап жатыр ма? Егер ұнап жатса, сен де осындай бір кәсіпкер болғың келсе, болмаса сен кәсіпкерсің, сенде проблема бар. Бизнесінде хаос, қарыздар, команда, біреу келеді, біреу кетеді, ақша жетпейді, постоянно бір карманный дыра. Сондай проблемалар сенде бар ма? Менде де сондай проблемалар болған. Егер осы проблемадан айырылғың келсе, онда маған тегін консультацияға жазыл. Мен саған көмектесемін. 500 000 подписчикке жақындап қалды. Енді бұл жерде айтатын нәрсе, осы сол кездегі білім қазір болатын болса, 5 жыл емес, бір 2 жылда спокойно жетуге болады 1 миллион подписчикке. Жақсы тырыссаң, 1 жылда жетуге болады. Қазіргі біліммен, иә? Иә, қазіргі біліммен. Сөйтімді мен не істедім? Адамдарға үйрете бастадым, басқаларда табысты болсын деп, канал ашып, тегін үйрете бастадым. Бетесің деп. Ол балдар сұрайды одан кейін. Біреу айтады, студенттерге қалай ақша табуға болады дейді. Ол ойланасың одан кейін, студент болсам мен не істейтінім деп, бүйтуге болады. Біреу айтады, мен ойын жақсы көремін дейді, ойнап ақша табуға бола ма деп. Оған иә демес бұрын тоқтай тұр, мен өзім көрейін деймін де, өзім ойын туралы не ашам? Канал ашам. Ойын туралы сөйтем де ойын ойнаймын өзім. Сөйтіп түсірем. YouTube-қа жүйтіп монетизация қосып, алғашқы табыс түскеннен кейін аналарға айтамын. Битсең ақша түсіріп деп. Come with me, leave all of your things, yeah. You can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, fly you out to breeze. Біреу айтады, ауыл шаруашылығында жүріп ақша табуға бола ма? Оның артында тоқтай тұр. Сөйтіп ауылда кім бар? Ананы іздеймін, мынаны іздеймін. Сөйтсем бір көкпар федерациясында өзінің досым бар екен. Көкпар болса маған айт бірінші болып, мен бар көкпарын түсіріп берем деймін. Скидкамен. Сөйтіп болды деп, как раз бір не болып қалды, жарыс болып қалды. Мейрамбек түсіресің бе? Кел түсір. Қанша теңге скидкамен, мынанша теңге болды барып түсіріп, сол көкпар жүктеп, манағы нені қол өнерді арасына салып, сөйтіп табысын көріп барып, одан кейін барып видео түсірем. Мен бүйтіп ауыл шаруашылығында жүріп, болмаса көкпар түсіріп ақша табуға болады деп оны түсірем. Сөйтіп барлық айтатын нәрсем бәрін өзім басынан өткізіп барып, жасап үйретем адамдарға. Получается, негізі YouTube канал ашу үшін любой бір теманы алып ашып кетуге болады. Негізі, иә. Қазір барлық ақымақ емес қой YouTube түсіріп жатқан. Кез келген бизнесменді алатын болсақ YouTube каналы бар. Кез келген блогерді алатын болсаң уже Instagram-нан YouTube. Анау синий трактор деген мода болып кетті, хит болып кетті. Аши синий трактор жаңағыдай қолмен жүргізіп, дауыс беріп, пәленбай миллион ақша тауып жатыр негізінде, иә? Синий трактор деген. Ол мультфильм ол. Мультфильм, иә? Мультфильм. Одан кейін Қырғызстан жігіттері бар. My name is Чаппи. Чаппи. Солар мысалы, оларды балаларға арналған контент түсіріп табысқа жетіп жатыр. Яғни балаларға да арналған болса, мұғалімдерге де, үйде отырған кісілерді барлығы құрылысшы, строитель, YouTube-тан іздейді ғой. Мен алғашқы 100 000 подписчик жинаған кезде қандай өзіңізде қандай эмоция болды жалпы? 100 000 жақсы болды ғой, күшті. Азамат деген бағанағы үнім бар, қазір түсіреміз ғой.
Екеуміз кәдімгі торт жасап, ана жерде 100 мың подписчик деп па? біраз адамдар бар тұғын банағы. Сценаристер, оператор, режиссерлер бәрі қуанып, бір ерекше сезім болды. Бірақ уже 1 миллионда ондай сезім болған жоқ. Уже күнде келатыр да, мысалы, 200 мың болды, 300 мың болды, 500 мың болады екен ғой деп отырасың. Жақындап келеді, 800, 900 ондай. Скоро 1 миллион болады деп. Формально жасадық, 1 миллион болды деп ше. Ол кезде сіздер қатты бір махаббатпен жасаған жоқсыздар негізі, былай қарасақ, бір табыс табамыз деп жасаған жоқсыздар ол кезде. Табысыңыз басқа жақта еді. Біздің табысымыз не ғой? Ана ата-аналар ризалығы ғой. Ата-ана риза болса, бізге балам міне бұрын тұйық болып келген балам міне ашылып кетті деген кезде бізге сол ғой. Сіз получается ол кезде уже балдарды актерлыққа үйреттіңіздер, получается сол кезде уже. В общем, 2014-те мынандай болды, негізі оқиға ше. Бірден киностудия ашқан жоқпыз біз, YouTube канал ашқан жоқпыз. Балапанға кино түсіреміз деп шештік. Сөйтіп анау мен бастығым бар Сақ киностудиясында, Балапанға кино түсіріп жүрген. Нұридин деген кісі, өте керемет кісі. Нұрекеңе айтам ғой. Нұреке, сіз осы балаларға кино түсіріп жүрсіз. Әрдайым айтатыныңыз нормальный актер жоқ деп. Мен актер дайындап беретін мектеп ашсам қалай болады деп. Сөйтіп басталған. Идея пайда болды. Сөйтіп басталған. Яғни актер киносына түседі, Нұрекеңнің актер риза, Нұрекең риза. Мақта мен де ризамын. Өткен мен өзімнің еңбек ақым ақша аламын ғой. Ананы алып, оқытып, дайындап, анаған апарып берген үшін. Ата-анасынан аламын ғой. Бәрінің ризашылығын алып отсақ, не істеймеске деп, Нұрекеңнен рұқсатын сұрадым. Бопты, ашсаң аш деп, актерлар мектеп болып ашылған. Ең алғаш, бірінші. Сөйтіп актер сол актерларды ары қарай уже Балапанға түсірем деген не ғой, план ғой. Негізі, план, әйтпесе оны жинап алғаннан кейін бір жерге түсірмесең болмайды. Ал жинап алғаннан кейін олар бала өсем дейді, өркендем дейді. Біз оны Топақ деген сериалға түсірдік. Неге именно Lamborghini? Басында ойландық, Феррари аламыз ба, Ламбо аламыз ба, Rolls-Royce аламыз ба деп. Сосын Rolls-Royce ала береміз ғой дедік. Ламбо алайық, бір скорость болсын, бір ерекшелік болсын, адамдар көрген кезде бір Шымкентте жоқ қой. Барлық машиналар болды. Ана Rolls-Royce'тар болды. Бірақ Ламбо болған жоқ. Бұрын болған дейді, білмеймін, болды ма, болмады ма. Осы қаланы көргендіруіне өзіміз ат салсақ деп. Өзіңіз бір армандаған көлігіңіз ба негізі? Баяғыдан Need for Speed деген ойын бар. Сол жерде ойнайтынбыз барлығымыз. Сөйтіп мынау машина ол кезде арман ғой, арман. Кейіннен бар уже уақыт өтті, табыс Құдайға шүкір көбейді. Не үшін алмасқа деп өткені. О дүниені алып кете алмайсың. Табысын енді 10-нан бірінде алуға болады екен деп алдық. Не істейміз? Керемет. Осы Lamborghini негізі көбісі, мысалы, Қыран Талапбек бар, басқа да YouTube блогерлер бар, басқа да бір Instagram блогерлер бар десек болады. Машинаны бір реклама үшін алады. Сізде де бір солдай бір көзқараспен алдыңыз ба? Обязательно ол реклама. Ол шын мәнісінде, егер басқа біреуде, мысалы, сол 100 миллион болатын болса, ол ондай машина алмайды барып. Ол машина алады қашан? 500 миллионы болса алуға болатын шығар деп алады. Ол бірінші үй алады, или бір семейный машина алады. Құдайға шүкір, семейный машинамызда, үйімізде бар. Бір жағынан реклама болсын деп. И еще өзімізге баяғы кездегі арманымыз орындалсын деп. Жасырып, ол өзім үшін деген бәрі өтірік әңгіме. Маркетингке де бола, Маркетинг қой. Бір кино түсіру үшін қанша уақыт кетеді? Бір айдай уақыт кетеді. Бір айдай уақыт кетеді. Негізі сериалдың өзі, егер жаңағы сценарий дайын болса, актерлар бәрі дайын болса, негізі түсіру процесс қанша уақыт кетеді? Түсіру 4-5 күн алады. Өйткені ол жерде біз бір Голливуд сияқтандай нелер жасамаймыз. Экшн жасамаймыз. Балалардың өзін жұлдыз сезініп, кез келген арман орындалатын сезінетіндей условиялар жасаймыз. Киностудия Мейрамда. Ол біздің банағы азамат 10 мың подписчиктен бері бірге келе жатқан біздің бауырымыз, молодец.
Құдай өткенде сол бізге жүргенге бір Opel автокөлігін сыйлағам. Құдайға шүкір, денсаулық жетеді, оны аударып тастады. Енді өзі бір Opel алды, енді Алла қаласа тағы да бір 10 жылдан кейін бір Хаммер алып береміз деп жатырмыз. Үйде отырып қалай как сделать Цезарь салат деп, әйел кісілер салат жасаудың өзінің несін үйден көреді, ютубтан көреді. Құрылысшылар как сделать бетон деп ютубтан көреді. Керемет. Негізі ең қиын адамға бірінші 10 мың подписчик жасау дұрыс па? Бірінші 1000 подписчик, 10 мың, одан кейін 100 мың. 100 мыңнан ары қарай өзі 100 мыңнан миллионға көп емес, ұзақ емес. Жақсы. Ютубқа қанша уақыт үйренуге болады жалпы? Қазір сіздер уже курс сатыласыз деп получается. Қазір ананы айтып кетейін, бағана 5 жылда 1 миллионға жеттік қой. Негізі 4 жылда 100 мыңға шейін жеттік қой. 3,5 жылда 100 мыңға шейін жеттік те. Сол қиын болып получается. Уже 1,5 жылда 100 мыңнан 1 миллионға жеттік. Почти 2 жылға жетпей. Получается 3,5 жылда сіз 100 мың подписчик жасадыңыз. Ең қиыны сол болды, иә? Одан кейін 1 миллион уже 1,5 жылда. 2 жылдың арасы. 1 жыл 7 ай сондай көлемде. Бұл жерде мысалы қараңыз, күміс кнопкадан алсақ та, бұған бір жеттік 100 мың ала берді да. Бұған бір арнайы бір бонус беріле ма или негізі соны көбісі сұрайды, ешнәрсе берілмейді. Просто өзіңе манағы жеттім ау деген бана YouTube канал деген ұстайтын нәрсе емес қой. Ұстайтын бір нәрсе береді де, қолыңа ұстап көр деп ше. Сондай. Мен өзім уже 19 жылдан бері кәсіппен айналысып жатырмын да. Адамға бір мотивация жетпейді, энергия жетпейді деп жатады да. Көбісі энергия іздейді. Жаңағыдай энергиям өшіп қалды, ешқандай мотивация жоқ бизнеске деген. Сіз өзіңіз энергияны қайдан аласыз? Сон бана ойланып қалдым да, сол кезде шынымен спортпен айналысып бір жарып жатқан нәрсеміз жоқ. Жалпы энергияның өзі сол мен басқа адамдарға пайдам тиген кезде өзім ләззаттанамын. Энергия содан келеді. Егер де біреу мен білімім арқылы табысқа жетіп жатса, бір жетістікке жетіп жатса, ол мен үшін энергия береді. Ал мотивация, мотивация алатын кездер болады. Мана бір видеолар арқылы, бір сөздер арқылы да. Бір уақытша ол. Сондықтан да мен көбісіне айтар кеңесім мотивацияны сырттан емес, іште мотивацияны оятқан абзал. Получается, сіз өзіңіз сүйікті ісіңізбен айналысқаннан кейін, соған ләззат аласыз, дұрыс па? Егер де біреу соның біліміне қолданып, өзінің кәсібіне қолданып, өзінің бана өміріне қолданып, жақсы жетістікке жетіп жатса, сол бізге кәдімгі энергия ғой. Энергия, мотивация ғой. Машалла, керемет. Ақша қай жерде, бұл жерде YouTube негізі ақшаны қалай көреміз? Қалай табыс табуға болады? Енді негізі табыс түрі өте көп, бірақ біз өзіміз ұсынатын ең бірінші қаралымнан, екінші өзіміздің тауарды немесе қызмет сатудан, яғни өнім сатудан, үшінші жарнамадан, төртінші неден, қалай айтсам болады, неде цепия партнерка деп айтады Россияда. Рефералдық сілтеме арқылы біреудің тауарын сату деп айтсақ болады. Яғни арнайы сілтеме болады, сайттан сен аласың, және соның тауарын жарнамалайсың. Сен арқылы қанша адам барып сатып алды, соның процентін сен аласың. Получается, не только бұл жерде YouTube-қа сеніп қана емес, басқа көзқараспен табыс табуға болады. Негізі, пиар жасап, негізі, егер де сен көңіл көтеретін контент түсіретін болсаң, яғни сериалдар, кинолар, әртүрлі бағдарламалар, вайндар, комедиялар, немесе мұңды нәрсе түсірсең де болады. Көп қаралым жинайтынше, просмотрын спокойно табыс тауып отыра бере аласың. Мана My name is Chappy деген сияқты балаларға арналған контент түсіретін болсаң, қаралымнан табыс түсіріп отыра бере аласың. Ал егер де сен білім беретін контент болсаң, банағы тамақ пісіру болсын, құрылыс саласында, медицина, бизнес болсын, мотивация саласында болсын, сен уже ол жерде қаралымнан емес, 80% табысың өзің тауарыңды, өнімін сатудан келеді. Егер де сен шынымен мықты дәрігер болатын болсаң, айтасың, мынандай симптомда мынандай ауру жазылады. Егер де консультация керек болса, хабарлас деп. Егер де көрермен сенің шынымен маман екенін көрсе, ол міндетті түрде хабарласады. Қымбат көлігіңіз осы алғашқы машинаңыз ба, Lamborghini? Бұл өзі бағанағы Need for Speed, мен басқа нені көрдім, басқа версияларында көрем деген, бірақ именно сол Need for Speed'тегі версиясы осы түрі де, Gallardo деген, Gallardo деп жазылады.
осы версиясы болды. Бұл 2013 жыл біткен екен. Сөйтіп біраз іздедік. 2007 жылғысы бар екен. 40.000 километр жүрілгенімен. Ой, тоқтай тұр деп. Оның алдында біреу сатып тұрған кезде, ардында біреу сатып тұр екен. Оны алып үлгермеген екенбіз. Біреу сатып алды, содан кейін бір одан сатып алдық. Қазақстаннан алдыңыз ғой? Қазақстаннан, иә. Шетелден де алдыруға болады, негізі. Бірақ уақыт бар, басқа бар. Мен де андай ғой, өзім вспыльчивый адаммын да. Бір нәрсені ойыма келіп қалды ма, сол кезде жүзеге асыру керекпін да. Әйтсе болды, қалып кетеді ол. Өзіңіз балдарыңызға да YouTube канал ашып қойғансыз жеке, иә? Олар да уже получается табыстап отыр. Уже кішкентай кәсіпкерлер десек болады, иә? Иә, негізі бір канал жүргізуге бір оператор болу керек, обязательно, монтажермен ше. Қазір енді бүкіл оператор-монтажерлар осы киностудия Мейрамда, Мейрам ТВ-да жүргізіп отыр. Анау Бексұлтан балама сол Мейрам ТВ-ны ашып берген басында. Соның ералаштары, соның вайындарын салып жүретін. Енді сабақ басталғалы балам өссемей, басқа бір видеолар жүктеп отырмыз анда-санда. Қазір бағана айтқанда уже 500 000 подписчикке жақындап қалды. Енді өзінің түрін танытып отыр балам. Личный бренд. Жеке брендін уже көшеде неде таниды, бекабойсың ба деп. Андай болып танымаса да бағанағы. Қазір әйгілі нелер көп қой, Аминка, Витаминка. Балалардың әйгілі кім екенін білмеймін. Бірақ үлкендердің Секавайн, Жекавайн деген сияқтылар мысалы танымал. Сондай деңгейге енді өсем 18-ге келем дегенше жетіп қалады деген үміттеміз. Қазір өзіңіздің қанша кәсібіңіз бар? Осы кинокомпания Мейрам? Киностудия Мейрам, біреуі YouTube Академия. Одан кейін сол негізі осы екеу. Получается, сериал түсіресіздер? Иә, ол екеу бизнес ретінде, қалғандар бағанағы әртүрлі инвестициялар. Біреу бизнес ашамын, маған көмектесті дейді. Тексеріп көремін, шынымен көз жеткізіп, шынымен табысты болатын болса, определенный условиялармен саламыз ақшаны. И өзінің қайтқанына дейін, өзінің условиялары бар. Қайтқанына дейін манша процент алып отырам, қайтып болғаннан кейін манша алып отырам деген сияқты табыс. Мысалы, көбісі жастарда 200 000 теңгем бар, 500 000 теңгем бар, кәсіп бастасам бола ма дейді сұрақты қояды. Енді сіз әжептәуір кәсіпкер, ірі кәсіпкер десек болады. Неден бастаса болады? Өзіңіз қандай кеңесіңізді бересіз жастарға? Мысалы, 500 000 теңгем бар, болмаса 1 миллион теңгем бар, болмаса 200 000 теңгем бар. Қандай кәсіп бастасам болады? Иә, өзің жасап жүрген нәрсен ғой, ең бірінші өзің жасап жүрген. Көбісі өзінің қолынан келетін нәрсені құнсыздандырады. Менде YouTube'та үйренетін кезде көп кездеседі ол адамдар. Мен осы уақытқа шейін доктор болып істеп келдім, бірақ тамақ пісіретіндер көп ақша табатын сияқты, тамақ пісірейін ба деп ше. Басқа нәрсеге қиялдап кетеді. Басқа біреудің табысы көп сияқты көрінеді. Бірақ сен ол нәрсеге итак өзің 3 жыл, 4 жыл уақытын жұмсадың. Сол итак жұмсаған уақытыңды, энергияңды, ақшаңды жұмсаған нәрсеге бизнесіңді ашқан әбден дұрысты. Енді ең бірінші очередь білім ғой. Ақшаң бар ма? Білімге жұмса. Өзің біліктілігіңді арттыру арқылы. Ең мықты инвестиция негізі білімге берген инвестиция ғой. Жоғалта алмайсың. 200 есе қайтып өзіне келеді. Маге өз балдарыңызға қандай тәрбие бересіз? Яғни қаржылай деп айта берейікші, бизнеске қатысты. Өте керемет. Негізі ол барлығы бір-бірімен ажырамас бөлік деп айтуға болады. Күнде 1000 теңгеден беріп отырам, және ол жинаған ақшасын, ол жинай ма, жинамай ма өзі біледі. Бірақ соңғы кездерде уже жинау тиімді екенін түсіне бастады. Өткен жинап бір үлкен нәрсе алуға болатын. Өткен күнделікті бір сникерс, альбейни бір нәрселер алып қояды, арқылы еш нәрсеге жетпей қалады. Сөйтіп, бірақ біз контроль жасамай, мынаны алма деп айтпаймыз. Өткен өзі миымен шешу керекті. Ол бірінші. Сіз ақшалай бересіз бе, или барып алып бересіз бе? Ақшалай. Ақша берем. Өз таңдауы жасайды. Өзі қолмен ұстап сол ақшаны алады. Енді қазір Каспи пайда болды ғой. Өзі төлей береді QR арқылы. Мен көріп отырам, неге жұмсаған, қалай жұмсаған. Контроль жасайсыз? Көріп отырам, бірақ контроль жасамаймын. Жасамайсыз. Егер де заңға қайшы бір дұрыс емес нәрселер болса, айтамын ғой, ол ұмайды деп. Ондықтан да араласпаймыз. Кірген табыс бар қаржысын қалай жұмсауға. Өйткені қазір аралассақ ары қарай уже қиындау болады. Екінші, балдарыма әрдайым таңдау берем. Ойыншық алып берсем де өзім басқа нәрсе бір ұсынсам да тамақ берсем де қайсын аласың? Мына алманы ма, мына алманы ма? Мына ойыншықты ма, мына ойыншықты ма? Таңдау жасау бөлу керек. Иә, таңдау жасау.
Бізде көбінесе таңдау жасай алмайды ғой. Иә. Сондықтан әлі күнге үшін балалар Балдар 30 жастар шешім қабылдай алмайды. 30 жастар кішкентай балалар жүрді. Иә. Әлі күнге үшін бана мектепте өткенде сұрақ қойып отыр, менің балам 11-ді бітіріп жатыр. Қайқа түсерін білмейді дейді, не істесем болады деп ше. Ол уже Негізі бала өзі таңдау керек қой, қандай білім, қандай жұмыспен айналыссам екен, қандай кәсіппен айналыссам екен. Көбісі жаңағыдай ата-анасы, негізі мен өзім зерттеу бойынша да ата-анасы өзі мысалы егер военный бола алмады ма, өзінің баласын военный жасатқысы келеді. Жаңағы доктор бола алмады ма, обязательно доктор, сен доктор бол, сен жаңағыдай бір дәрігер бол деп айтып жатады. Өйткені ол ата-ананың өзінің арманы баласына жүктейді да. Баласы оны бітіреді, бірақ ары қарай жұмыс жасамайды. Көбісі қазір диплом алып, үйде жатыр ғой, бірақ басқа бір кәсіппен айналысады дейсіз ғой. Мысалы сіз өзіңіз қазір YouTube курс үйретіп жүрсіз, YouTube курс бар сіздерде. YouTube курсты алып сразу үйреніп кете ма, или қалай өзі? Негізі YouTube-қа үйренуге 2 уақыт кетеді. 2 ай, иә? Біздің методика бойынша. Канал ашудан бастап, шындай қалай дұрыс түсірілім жасау, монтаж жасау барлығы бонусқа беріледі. 2 айда адам үйреніп өзінің каналын ашып, монетизацияға 2 аптада жете алатындай деңгейге жетеді. Егер де ол эксперт болатын болса, алғашқы 1 айда өзінің табысына жете алады. Жете алады, иә? Табысқа уже, иә? Иә. Эксперт болмаса 2 айдан кейін уже шыға бастайды табысқа. Шәкірттеріңізден қарадыңда, жарты жылда уже 500 мың подписчикке жинап алған деген шәкірттеріңіз бар екен, иә? 3 айда 700 мың жинаған бір рекорд жаңартқан 3 айда 700 мың подписчик. Иә, Кука блогер деген жігіт әртүрлі вайндар түсіреді, шортс арқылы жеткен. Шортс қазір ақша беретін болды ғой шортсқа. Шортсты уже монетизация қосылды. Монетизация қосылды, иә. Қаржыңызды қалай басқарасыз өзіңіз? Банкте, депозитте болмаса өзіңіз? Банкте де, депозитте де, банағы инвестицияда да ровно бөліп қойғам бәрін. Түскен табыстың мысалы 20%-ын өзім болашаққа деп жинап отырам. Қалған 20%-ын 20 мен 35% аралығында басқа жобаларға инвестиция жасаймын. Тағы да қалған 20-30%-ын жеке инвестициям деп айтсам болады, әртүрлі материалдық емес активтерді алумен байланысты. И определенный өзінің пайыздарын қайырымдылыққа, ата-анаға деген сияқты туған туысқандарға бөлеміз. Мәке, әр адам өзінің бір ерекшелік бір нәрсені алады, мысалы киімге десек та. Сіз өзіңіз мына тақияны өзіңіз бір ерекшелікке киіп жүресіз ба? Или өзіңізге ұнай ма? Иә, көбісі маркетингі ход деп ойлайды. Шын мәнісінде білмеймін, сондай болып кетті өзінен өзі. Бірақ басында осы қазақилықты дамытайық деген ниет қой. Түбінде. Өткені сен басыңа тақия кимесең, келіншегің орамал кимейді деген бір кісі айтқан еді. Соған сүйене отырып, онда өзімізден басталады екен ғой барлығы деп, басып тақия киген басталды. Ол кезде бір танымалдылық ешкіммен танымайтын да. Өзіміздің кішігірім каналымыз бар, 100 мың подписчик әлі жетпеген, өзімізбен жүрген адам еді. Құдайға шүкір, каналымыз 2 миллион подписчикке жетті. Тақия бірақ сол күйі қалды. YouTube-тан айына қанша ақша табасыз? YouTube-тың просмотрының өзінен айына 2,5-3 миллион теңге түседі. Ол енді бір нақты бір не жоқ, қадалып қалған бір бөлімді. Бір кезде просмотр көп болса, просмотрға қарап, иә? Аз болса 2 миллион түседі, көп болса 3 миллион, 3,5 миллион түседі. Ол просмотрның табысынан. Жалпы өзіміздің қызмет табыс, өзін сату арқылы, осы бағанағы айтқан 2 бизнесте 200 миллион оборот айына. Жақсы не болған кезде 220 миллионға ішін шығады. Айына обороты. Иә, ал бір қысқы сезон аз кездерде 150 миллионға сол төңіректе ойнап жүреді. Орташа есеппен 200 миллион. Осы жетістікке қанша жылда жеттіңіз? Бағанағыдай ғой, алғашқы 2013 жылы бастадыңыз негізі? Мейрам киностудия. 2014-те басталды. Алғашқы 5 миллион теңгеге дейін табысқа сол миллион подписчикке сияқты кетті ғой. 100 мың подписчикке сияқты кетті. Яғни 2014-те бастап 2020-ға шейін ауыр болды ғой. Қанша жыл? 6 жыл. 6 жыл ауыр болды. Алғашқы 5 миллион табысыма жете алмай қойдым. Уже 2020-дан бері қарай 2023 аралығында
уже табыс 5 миллиондан жоғары бола бастады. 5 миллион, 10 миллион, 20 миллионға шейін. Кино логотипіңізге қарасам, логотип мастер Мейрам ба, киностудиясы и корона тұрда. Мен өзім солай алдым да, жаңа корона и тақия екеуінің бір несі бар, бір-біріне. Бүйтіп коронаны де негізі номер бірінші киностудия болайық деген ниетпен. Коронаның королі ғой. Сол салада патша болайық, бандағы кино, балалар кино саласында деп номер один басталған. Тақияға білмеймін қандай қатысы бар екен. Одан кейін тағы система мотивацияға келіп тіреліп қалдым. Одан кейін Высоцкий деген бір ресейлік бір не бар, тренер бар. Соның курсын сатып алып, мотивацияны қалай командаға қою керек. Соны үйрендім одан кейін. Сол сияқты бір проблема туындап қалды ма, соның шешім білетін адаммен барып, сабағын сатып алсаған тиімді. Негіз білім алу арқылы жетістікке тез жетесің ғой негізі. Жүле жаңа жүреді, қиын жолын тауып алады да, өзім деп. Мен де сөйтіп жүрген баяғыда. Қазір мысалы уже көз ашық, өте информация көп, ютубта болсын, инстаграмда болсын, тиктокта болсын. Негізі өзім данный момент бір ұстаз алғам, сол бір жылдың ішінде жетістікке тез жеттім да. Қазір өте жаңағыдай возможность көп та. 10 жыл уақытымды кетіріп, Мейрам мырза сияқты мысалы 10 жыл уақытты кетірмей, қазір төте жол бар, бір ұстазды ұстансаңыздар, тез жетістікке жетуге болады. Мысалы, Мейрам мырзадан сабақтар, курстар алсаңыздар болады. Мысалы, басқа да наставниктер бар. Именно сізге қандай салаға, өзіңізге қандай сала тиімді, сол направление алатын болсаңыз, тез жетістікке жететін боласыз. Егер де сіздердің 8 бен 16 жас аралығындағы балаларыңыз бар болса, және оны кино немесе көгілдір экраннан жұлдыз ретінде көргіңіз келсе, біз бүкіл Қазақстан бойынша филиалдарымыз бар. Астындағы номер бойынша хабарласыңыздар. YouTube арқылы табысқа жетем, бизнесімді YouTube арқылы дамытам дейтін болсаңыздар, онда жағдайда хабарласыңыздар. Біздің мамандар сіз керек операторға қосып, ары қарай байланыстырып, дұрыс білімге жол бірге табатын боламыз. Бизнес қалай? Ұнады ма? Сен де осындай кәсіпкер болғың келе ма? Сенде де бизнесінде бардак, жүйе жоқ, қарыз асып жатыр, ешқандай бір пайда жоқ болса, онда мен саған керемет бір курс дайындап қойдым. Курс. Яғни ол жерде не үйренесің? Бизнесіңді жүйелейсің, табысыңды кем дегенде 3 есеге көбейтесің. Және де қарызыңды оңай құтылатын тәсілдермен сені үйрететін боламын. Менің Instagram парақшама тіркел, мен сені сол жерде күтетін боламын. Құдайға шүкір, арманымыз орындалды. Әр қазақ бай болсын, осындай көлікке жете берсін. Негізі қазір 21 ғасырда кез келген адам YouTube'пен табыс таба алады. Өткен канал ашу тегін, видео түсіру тегін, видео жүктеу тегін. Кәдімгі телефоның болса болған. Жасап атқандар уже 20 тинговый миллионер шықты. Шымкентке алғашқы болып алтын кнопканы алып келген едік. Мінекей алғашқы болып енді ламбаны алып келіп жатырмыз. Қазақстандағы алғашқы балалар киностудиясы болғанбыз. Алғашқы YouTube мектебін аштық. Мінекей Аллаға мыңда бір шүкір. Және 20 тинговый миллионер шығардық. Осы супер ютубер YouTube академиясынан. Енді Алла қаласа жалпы 100 миллионер шығарам деген ниет бар. 20-сы шықты, 80-і қалды. Барлығыңызға сәттілік, жасаңыздар, істеңіздер, армандаңыздар, мақсат қойыңыздар. Damn, know I got stacks in the lab, taking bitches straight for another cat. Make shit while I never had shit. Bitch move, make your motherfucking head split. Hospitalized, never really gon' pay shit. Got me never really gon' chase it. Dreams to the blade, no fake. Hands to the way, niggas know I ain't play. Fast to the break when I switch all day. Stance when I press to the damn arcade. Sticking up sides, read, never mind me. Point to the ground, stick down to the feet. Stay, please stay, bitch, you got no feet.